Көп қант жесе не болады? Бүгінгі таңда қант тек қана газдалған тәтті сусындарда, кәмпиттер мен кондитерлік өнімдерде ғана емес, нанның, томат тұздығы сияқты біз қантсыз деп санайтын кейбір тағамдарда да қосылады. Өндіруші компания азық-түлік жапсырмаларында қантты әртүрлі атаулармен жасырады. Мысалы, сахароза, жүгері сиропы, пальма қанты кәдімгі қантқа тең. Мұндай артық қант ағзаға қалай әсер етеді? Бүгінгі бейнеде көреміз. Ең әуелі қантты тұтыну мида дофамин деген рахат сезімін тудырады. Сондықтан сіз алма немесе сәбізден гөрі күндіз шоколадты жегіңіз келеді. Ал жемістер мен көкөністер сияқты табиғи тағамдар дофаминнің көп бөлінуіне әкелмейді. Сол себепті сіз оларды жегіңіз келмейді. Екінші, тәттіні жегенде энергияңыз тасып, көңіл күйіңіз көтеріледі. Бірақ қант ағзада өңделген кезде энергия деңгейі күрт төмендеп, тез шаршап ұйқыңыз келеді. Еш нәрсеге зауқыңыз болмайды. Сондай-ақ қантты шектен тыс тұтынған адамның ауыз қуысында бактериялар пайда болады. Бұл бактериялар уақыт өте келе кариесті дамытады. Қанттың көп мөлшері буындардың ауырсынып, денеде қабынуды тудырады. Ревматоидты артрит деп аталатын буын ауруы көбіне тәттіні ұнататын адамдарда кездеседі. Қант коллаген мен эластин сияқты терінің жас әрі сау болуына жауап беретін ақуыздарды зақымдайды. Нәтижесінде тері тез қартаяды. Жеген қант бауырда өңделіп майға айналады. Ол артық салмаққа әкеледі, ал ең жаманы бауырдың майланып істен шығуына әкеп соғады. Артық қант жүрек-қан тамырлары ауруларының пайда болуының бірден-бір себебі. Соның ішінде инсульт, инфаркт сияқты аурулардың қаупін арттырып, артерия қабырғаларының аталған аурулардың кесірінен адамның қозғалыс қабілеті төмендеп, өлім қаупі артады. Қантты көп жеген адамда қант диабеті болатындығы бәріне белгілі болар. Инсулин қандағы қант деңгейін реттейтін ұйқы безі. Егер адам ұзақ уақыт бойы шамадан тыс қантты тұтынып келсе, оны инсулин энергияға айналдырамын деп артық жұмыс істейді. Кейін одан шаршап мүлдем жұмысын тоқтатады. Ал инсулин қанттың деңгейін реттемесе, адамда екінші типті қант диабеті дамиды. Ал диабеттен зардап шегетін адамның бүйрегі қанды артық қанттан сүзіп, ағзадан несеп арқылы шығарамын деп шамадан тыс жұмыс істейді. Ал ұзақ уақыттық жүктеме бүйрек тіндерін зақымдап, олардың сүзу қабілетін төмендетеді. Нәтижесінде бүйрек зақымдалып, ол қаннан қажетсіз заттарды сүзудің орнына ағзаға пайдалы элементтерді де сыртқа шығара бастайды. Ер адамдарда қанттың көп мөлшері қан айналымына кері әсер етеді. Ал қан тамырлары арқылы жыныс мүшеге жеткілікті мөлшерде қан келеді. Егер қан айналымы нашарласа, потенциалды төмендетіп қатынасқа түсуді қиындатады. Қанттың артық болуы қан айналымынан бөлек гормондардың жұмысын бұзып, тестостерон деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Сондықтан қантты неғұрлым аз тұтынуға тырысыңыз. Тәттіні шектеу жоғарыдағы аурулардың алдын алады. Ақпарат пайдалы болса, Қоржын арнасына тіркеле кетіңіз.